Қызғанам, конечно. Қызғануды және де бір маған ләззат беретін нәрсе деп ойлаймын да. Білмеймін. Нәрсені бір сылтауратып, қызғанып, жолдасымның көңіл күйін маған аудырып, сол нәрсені тиімді пайдаланып, әңгімелесіп, жаңағы мен өзімнің ішімде әйелдік нем бар ғой, жаңағы еркелігімді сол қызғану процесі барысында шығарып аламын да. Енді мен еркелеп жатқанымды сол арқылы көріп, ол қалай болды, солай деп ойлап қалдың ба, онда былай ма деп сөйлесіп, екеуміз осы арқылы шешіп аламыз. Кейбір жұптар бар да, әңгімелері жоқ, әңгімелеседі. Мен таң қалдым, бір кісі айтты да, біз әңгімелеспегенбіз, екеуміз ешқашан 20 жыл бойы әңгімелеспегенбіз, мен ойлаппын, күйеудің қамқорлығы сол деп ойлаппын деген кезде мен шок еді. Мынау қалай сонда ерлі-зайыптылар сөйлеспей ма депті. Ал мен үшін ең бұл әлемдегі тәтті сұхбат бұл күйеуіммен жасалатын сұхбат. Барлық нәрсені ашық айтамын. Бір келкі әңгіме айта бермейсің ғой күйеуіңмен. Бір кезде әйелдік мынандай энергияң болады, біресе мынандай болады, біресе бір нәрседен мұңайып жылайсың, біресе қызғанып жылайсың деген сияқты. Сол кезде күйеуім мені қабылдай алуы, бұл менің отбасымды одан да бетер қатты біріктіріп жатыр, басын қосып жатыр. Сол сияқты мен қызғаныш сезімін осы жағынан өте керемет қабылдаймын, және де мен қызғандым екен деп жаңағы күйеуімнен алыстап немесе басқа бір нәрсе ойлап кетіп жатқан жоқ. Бұл менің халім.